Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен Мерей, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында етті бәліштің қалай жасалу жолын көрсететін боламын. Алдымен біз ыдысқа жылы су құямыз, оның үстіне сұйық май, тұз, қопсытқыш салып, жақсылап қасықпен араластырып аламыз. Ұнымызды електен өткізіп салуымыз қажет. Ұнның барлығын бірден салып жіберуге болады. Барлық керек затты астына описание бөліміне жазып қоямын. Ұнымызды қолымызбен илеп аламыз. Қамырымыз қатты жұмсақ етпей, орташа жұмсақтықта қамыр илеп аламыз. Иленген қамырымызды міне осылай болып шығады. Иленген қамырымызды пакетке салып, тоңазытқышқа 15 минутқа қоя тұрамыз. Сол аралықта арасына салатын салмамызды дайындаймыз. Бізге тартылған ет, кубиктап туралған картоп және де пияз қажет болады. Пиязымыз міндетті түрде майдалап тураңыздар. Тұз, бұрыш татымына қарай салып шығамыз. Барлығын жақсылап бір келкі етіп араластырып аламыз. Қолымызбен немесе қасықтың көмегімен араластырсаңыздар болады. Дайындап алған салмамызды бір шетке қойып, қамырымызды алып екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін дөңгелек етіп жайып аламыз. Міне видеодағыдай дөңгелек етіп жайып алғаннан кейін немесе төртбұрышты етіп қалауларыңызша жайсаңыздар болады. Табамызға пергамент қағазын төсеп, қамырымызды қойып, ішіне салмасын саламыз. Салмамызды салып, жақсылап, бір келкі етіп, жайып аламыз. Бір жерде тұрып қалмауы қажет салмамыз, өйткені арасы піспей қалуы мүмкін. Сондықтан қасықтың көмегімен барлығын бір келкі етіп жаямыз. Салмасына қалауларыңызша асқабақ қоссаңыздар болады. Сары майды кубиктап, мен видеода көрсеткендей етіп, әр жеріне қойып шығамыз. Қоспасаңыздар да болады, қалауларыңызша жасайсыздар. Және де қамырымызды, екінші қамырды дөңгелек етіп жайып алып, үстіне қойып, жан жағын жақсылап біріктіріп шығамыз. Міне видеода көрсеткендей жасаңыздар. Міне достар, біздің пирогымыз дайын болып қалды. Жан жағын біріктіріп шыққаннан кейін үстіңгі бөлігін ауа кіруі үшін пышақтың көмегімен осылай кескіндер жасап, оның үстінен жұмыртқаның сарыуызын жағып, әсемдігі үшін күнжіт сеуіп, 180 градус қызып тұрған пеште 40 минутта пісіріп аламыз. Міне достар, пирогымыз дайын. Пісіп шыққан пирогымызды суытып алып, ыдысқа саламыз. Пышақтың көмегімен кескіндерге бөліп ұсына береміз. Өте дәмді болып шықты достар, міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Үйдегі жақындарыңызға қатты ұнайды деген ойдамын. Ең бастысы, құрамы өте қарапайым. Үйде бар заттан жасалынады. Дүкенге барып, басқа да керек заттар алудың қажеті жоқ. Достар, осы жерде менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Қош сау болыңыздар.